қазіргі таңда Ақшұқыр мен Сайын елді мекендерінің су құбырының барлығы қазір КЖС мекемесіне берілді, облыстық мемлекеттік коммуналдық кәсіпорнына. Қазіргі таңда коммуналдық қызметтен қазіргі қызметі алынып тасталды. Қазіргі таңда енді ана 8 құдық бойынша оны КЖС мекемесі балансқа алған жоқ. Біздің өзімізге облыстық энергетика басқармасынан қайтып берілді. Сосын қазір енді біздің коммуналдық қызметіміз, сол жердегі жергілікті коммуналдық қызметпен айналысатын кәсіпорнымыз, ол енді қазір су несімен айналыспайды, сондықтан да қазір жабық тұр 8 құдық. Бірақ былтырғы жылға дейін су ол 8 құдықтан беріліп келген. Сумен айналысуға болмайды коммуналдық кәсіпорнымызға. Мемлекеттік коммуналдық кәсіпорнымыз бар жергілікті. КЖС мекемесі бізден одан су алмаймыз деп официальный хатпен шығып отыр. Өзіміздің суымыз жетеді деп. Қаладан Маектен су аламыз. Арғана Сайын Чапатов елді мекенде жеке кәсіпкер бар, Аура. Содан алып жеткіземіз деп отыр суды. Олар көлемін ұлғайтады. 8 құдықтың бізге көмек керек емес деп официальный хатпен беріп отыр. Заңда енді су беруші, су таратушы өз қайдан жеткіземін десе де өз еркі ғой, кімнен алса да. Біз фестивальнен шықтық, облыстық деңгейде жиналыс болып. Біз енді өзіміз суды жеткіземіз деп отыр өзіміз. Ауылға полный жеткіземіз өзіміз суды. Судан проблема болмайды деп отыр. Осы жаз бірінші рет алып тұр ғой. Былтыр жаз айынан бастап алған. Енді биыл КЖС мекемесі мамандары да келіп бюджеттің заявкасына енгізген. Дополнительный вандустар салу бойынша задвижкалер отсекающие. Осы жыл барлығын орындап, жаз бойында жазда проблема болмайды деп отыр судан. Сондықтан да су 8 құдықтың суы бізге керек емес деп отыр. 8 құдық енді біз ол жерге определительный установка қойғанбыз жалпы. Екінші этап қылып суды тұщытып беретін болып. Негізі оған дейін технический су шығып тұрған бұл жерде 8 құдықтан. Қазір 8 құдықтың насосын алып біз коммуналдық қызметтің балансында тұр насостары. Фото видеосын көрсете аламыз. Сол жерде қазір определительный установкамыз бар, 150 миллион алған былтыр. Қазір енді ол установканы ойластырып жатырық. Енді сол жерден су шығарып өзіміз сатамыз ба или ана. Қазір бұл 8 құдық энергетика басқармасынан біздің балансқа қайтып өтіп жатыр. Оны КЖС мекемесі алмай қалып. Біз енді қазір коммуналдық қызмет Ақшұқырдағы кәсіпорнымыз айналысуға құқығы жоқ та. Спортшевченко қаласында тұтып барған су жүйесі дейтін ККП-мыз бар. Мемлекеттік коммуналдық кәсіпорын. Соның балансына беріп жатыр қазіргі таңда. Енді сол мекеменің тарапынан суды шығарып водовозбен привозной қылып сатамыз ба деген жоспарымыз бар жалпы. Суды тұщытып. Үкімет оған қайтадан тариф бекіту керек болады. Енді біз кезінде водопроводпен бекітілген тариф қой. Енді ол тасымалдың тарифін уәкілетті органмен ЖКХ бөлімімен бекіте береді. Ол антимонополияға қатысы жоқ. Мысалы 2000 теңгеге 5 кубты 2000 теңге болып жүрді бұрын тасымалында Ақшұқыр ауылында. Сол шектен аспайды ғой 2000-2050 теңге. Екі ауылда енді 20 мыңға жақын қалып бар ғой. Сол жерде бізде ондай әңгімені естіп жүрік жалпы. Ақшұқыр ауылында жеке адамдар өзінің ауласынан құдық қазып алып, скважина қазып алып су сатып жүр деген да. Енді біз оның біреудің жеке құдығын ауласын қарауға құқығымыз жоқ. Оған арнайы недропользование мекемесі бар облыстық. Солар арқылы тексеру жұмыстарын жүргізу керек енді. Солар арқылы шектеу қою керек. Негізінде ол су сатуға рұқсат жоқ жеке адамдардың. Заңсыз әрекет. Жоқ, ол заңсыз. Ол заңды бір жерден сату үшін жайық Каспий бассейнінен рұқсат алу керек. Ол судың бірінші лабораториядан өткізіп тексерілу керек деген сияқты шешім арқылы. Онда ешқандай жасау жоқ. Просто олар подпольный үйден ауладан скважина қазады да. Бірақ енді ол біз ол технический қылып сатып жүр ме или ауыз су қылып сатып жүр ме, ол біз білмейміз. Бізге әкімнің қабылдауынан 1-2 адам келген сөйтіп. Біз мен ауламнан скважина қазып аламын, осы су сатайын деп едім. Біздер оған рұқсат берген жоқпыз. Ал адамдарды біздер точно білмейміз. Біреудің ауласында бар дейді, барып қарасаң жоқ. Трубамен шлангымен скважина қазады сарайының ішінен. Шлангымен водовоз құйып береді, бізге көрсетпейді да. Жеке адамдардың. Бізде недропользование ар жазу арқылы тоқтату керек. Ешкімнің қолында факті жоқ та, бірақ сондай бар ма? Ол 8 құдық дейтін енді осы 2013 жылы құрылыс салынған. Оның құрылысын жасаған жобаны жасақтағанда жобаға тапсырыс беруші Маңғыстау облыстық су жүйесі дейтін мекеме болған кезінде. Сол жобаны жасағанда құрылысқа қаражат бөлінген кезде аудандық құрылыс бөліміне бөлінген қаражат. Құрылыс бөлімі тапсырыс беруші болып, құрылысты 2013 жылы аяқтап пайдалануға берілген 2013 жылы. Ол тек бірінші этап технический су сату бойынша да, тек технический су шығару бойынша. Содан 2013-тен бері технический сумен пайдаланып келді. Бізде 2018-ден бастап бұған определительный установка қойып барады, қойып тұщытып сататын ол. Содан Форт-Шевченко қаласында орналасқан новый определительный установка салынғасын су тұщыту қондырғысы. Біз ескі 50 кубтық су тұщыту қондырғысын осы жаққа келіп қойдық екеуін. 2018-ден 20-ға дейін сумен пайдаланып жүрдік та, осы 20-да новый 1000 кубтық су тұщыту қондырғысын сатып алдық сол жерге. Қазір сол жерде басында контейнермен көрген шығарсыз кеше. 2 контейнер жалғанған. Соның ішінде қазір оборудование новый, толығымен новый жаңа тұр. Жоқ, су қоры оған ол оборудование толықтай жетпейді. Бізде тек ол жерде 300-300-ден 2 резервуар бар. Біреуіне технический скважина суды жинаймыз, тұщыту арқылы екінші резервуарға тек 300 куб жинай аламыз да. 300 куб енді
бес кубтан ғой бір водовоз. Ол азды ғой, ол азды. Халық дейді, қазір онда водопроводтан алып отыр ғой, маяктан алып отыр. Газ сушардың трубасы бар, содан алып отыр. Қазір КЖС ауылдың ішінде түгел қызмет етеді водопроводтар бойынша. КЖС маяктен осы ауылға дейін транспортер көрсетті. 8 насос ұрланған жоқ, біз өзіміз шығарып алып кеттік. Новойдан былтыр сатып алынған, былтыр емес, 2 жыл бұрын сатып алынған осы портал арқылы. Қазіргі таңда новый салынған жоқ, салмастан әлі сол қолым біздің немізде тұр. Қазір оны біз түп бараған су жүйесі мекеме форттағы кәсіпорнымызда сумен айналысатын. Сол жаққа барып қойдық. Ол жақта тұр. Істемейтіндері де бар, істейтіндері. Мысалы 8 скважинаның 2-3 істейтін насос, қалғандардың бәрі істемейді да. Ай сайын бұзылады, шығарады, оңдайды, сондай. Сол үшін запасқа деп алып қойған насостарымыз ол. Ол 2 гектар бөлек жер ғой, ол кезінде шаруашылық қылып ашамыз деп сол расширение алынған, сол 8 сотықтың несіне. Оны қырғыздар болған жоқ, өткенде енді қырғыздар келіп бастаған екен жұмыстарын. Біз барып, біз оған шейін көрген жоқпыз. Қазір жұмыстарын тоқтатып жатырмыз, ол жерде ешқандай жұмыс жүріп жатқан жоқ. Соны бастап өсірген қырғыздар. Тегін егіп береміз деп кезінде ауыл әкімдігімен бір келісім болған. Тегін егіп береміз, просто озеленение жасап береміз деп. Акиматтың мен естідім сол күні. Қырғыздар жұмыс жасап отыр екен де естімейтін. Кім әкеліп кіргізген білмейміз. Біз келдік, мен сол қырғыздар шығарып жүрдім, сол күйінде әлі тұр. Салапамен жауып тұр, беті. Бірдеңе егіп кеткен бірақ біз не екенін қараған жоқпыз, сол күйінде тұр. Жоқ, егін еккен жерде емес, ол жерден де біз негізі 2 скважина қасып қойғанбыз. 8 дополнительный екеуін тағы 10 қылып та. Сол жерде негізі біз өзіміз көгалдандырарымыз ба деген негізінде жоспарымыз болған бұрын. Енді ол қазір КЖС-ға кетіп қалды. Мекемеміз қазір кәсіпорнымыз онымен айналыспайтын болды. Енді Форт Шевченко қаласындағы жаңағы кәсіпорнымызға беріп отыр ғой бағанысына. Болашақта сол жерге қарауыл, операторын алып, озеленитель алып, может, ана жердің өзіміз көгалдандыратын шығарамыз деген ойымыз бар. Технический су шығарып. 8 құдық қазір енді КЖС мекемесі мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны ғой. Біз енді сол алмаймыз деп официальный хаты бар. Ол 8 құдықтың суысы да біз Ашқыр сайына толықтай су жеткіземіз деген. Сондықтан да біз ешқандай не жоқ оның алында ол. Ақшұқырдың әкімі бар, ЖКХ бөлімі бар, енді аудан әкімінің орынбасары бар, 3 орынбасары барымыз. Аудан әкімі бар, келген адамның бәрін қабылдап жүр. Ондай мәселе болып көрген жоқ. Қабылдау бойынша. Звондаса да сөйлесіп жатыр. Мына арыз жазушы кімдер екенін айтсаңыз, ол адамдармен күнде сөйлесіп отырдық. Ол кісі енді мен ол кісі туралы айтайын. Ол кісі бұрын жалпы мына Маңғыстау су жүйесі дейтін мекеме айтты ғой басында жаңағы жобаны тапсырыс беруші деп. Сол кісінің директоры болған сол кісі, сол Маңғыстау су жүйесінің. Соны бұл 2015 жылы соттың шешімімен сол жерде мәжбүрлі түрде босатқанбыз. Маңғыстау су жүйесі мекемесінің техникаларымен. Содан бері ол кісі енді бізге қазір сотқа да шағымданып, өткенде Түпқара ауданында сот болды. Бұл 8 скважинға патент шығарылған кезінде соған айына 50 мың теңгеден 8 скважинға айына 400 мың теңге бізге ақша берді деп отыр. Сотқа сөйтіп талап арыз берген. Енді сот талап арызды өйтіп қанағаттандырған жоқ, себебі енді жердің байлығы, жерден шығып жатқан суға біз енді патентке бере алмаймыз ғой ақшасын. Соған сәйкес арызы қанағаттандырусыз қалдырылды. Ол кісі соны да ойлап жүр енді. Ал Ибатулла Ақыт дейтін, Ибатулла Ақыт деген, ол сол жерде тұрғын үйде тұрады. Енді 12 жылдан бері сол жерде Маңғыстау су жүйесінің кезінде қалып қойған кезінде мәжбүрлі түрде соттың шешімі болған, алайда бірақ енді соттың шешімі до конца орындалмай, мекеменің өшіқыра тұрғындар қалып қойды, сол жерде тұрып жатқан. Ол кісі сол үйді жекешелендіруді сұрап жүр бізден. Енді бізде оған қазір себебі кезінде берілген ордері жоқ, не шешімі жоқ, не біздің коммуналдық қызметте қызмет жасамаған, оны қызметтік пәтер. Сондықтан да біз қазір жекешелендіріп бере алмай жүрік ол кісіге. Ол кісі де жекешелендіру бойынша сотқа берген, ол кісі де талап арызы қанағаттандырусыз қалды. Біз енді қазір отопительный сезон, сондықтан да бірақ уведомлениелерін бердік үйді босату бойынша. Бірақ ешқандай действие жасалған жоқ. Қызметтік пәтер аламыз енді, айтып отырмық қой, болашақта сол жерге қарауыл оператор аламыз ба деп та, сосын или технический су болсын, или тұщы су болсын, ана жерде көгалдандырамыз ба, жалпы жоспарымыз бар енді суды өзіміз пайдаланатын. Сол жерге тұратын адамдар қызметтік пәтер болып тұрады деген ойымыз бар.